Бірчоқ мемлекетлерінің ве халықларының медениетінде инсанның тебесумы мераметліктен сәлі кібі сайла. Беллеге, оның ярдыманен инсанлар арасында мұнасибетлерін еліштірмеге, әмде өз яқында да зейді тариф етмеге мүмкін. Мүкеме тебесумның яратмасында есеті шакымы гүзел ярдымжыдыр. Бүгін есе мартның 6 күні олардың халқара зенат байрамы қайта тіле. Әлбетте бізім лепхамыздың мевзусы тамам бұна бағышланжақ. Бұл байрам стоматология асасында улы иджатның кешіф етмесінен бағлы. 1790 сенесі Вашингтон штатлы Джон Гринвуд адды тішікімінен мақсус әлет иджат ұлынды вейіште құланмаға башлады. Бұндан соң тек 1907 сенесінде электрик бор машина пейда олды. Асында стоматология тибетінің ең қадими енешлерінден бірісідір. Земаневи тибет есе фалин кешафате ве бір сыра ағырсыз ве керекли процедураларны теклиф ете. Әкімлер есе хасталықларны тедавилемек дегілде, үгін алмаға керек деп айталар. Тішлер де қайғыру ве бақымны талап ете. Оларның алы есе экология ашылған емекнен велбете ағыз бұшлығының темізлігінен бағладыр. Асылында бұл әкімнің ішы тек Назариеве Амели бежереклері дегілде беден күчіні талап ете. Бұндан ғайры, оның инкишаф еткен инже әрекет қабилетлері әмде көріп координациясы олмақ керек, чүнке оның ішы техниканен бағылы. Әмде шуны қайт етмеліміз, тіш әкімі дегер докторлар кібі, пациентлеріні дінлеп оларының гөндіні алмақ кереклер. Земаневи стоматология илімнің әсас мақсады инсанның дүлберлігіні ве тішлерінің сақлығыны сақламақтыр. Бүгінде бұзенаат ең кереклі олып сайла, чүнки ой сақлығына мұқайтылған инсанларының сайысы тек арта. Стоматологларына қорқанына бақмадан инсанлар бойкімге дайыма мұқтажлар. Тіш тедавилемені есе біраз енгілештірмек үшін бірқач усул бар. Біріншіден, сабырлы ве сізні анлажақ олған стоматологны тапыныз. Белкіде бірчоқ танышларыны сізге де келішкен әкімге қатнай. Сұраштырып, мұтлақа білерсіңіз. Әкімні тапқан соң меслиятқа барып, онен шақсен таныш олыңыз ве умуми мұйтке дықат етіңіз. Екіншіден, тедавилевіні башлажақ олсаңыз, достыңызны чағырып, әкімге берабер барыңыз. Невбетекі тексеміз ісе бойле, әкімнен ұйғынлашып, тоқталу фишаретіні белгілеңіз. Яни егер сіз біраз сұратланмаға істесеңіз, әкімге бұақта анлайшылы шарет ярдыманен айта білесіңіз. Ой тедавиленме процесіні тек ратсызламаған проблемалардан башламақ керек. Демек, әкімге бұтын лейшанған сон, жеди деваламаға кечмек мүмкін. Сон кетепсеміз ісе сізге бұтын лейратланмаға имкан берір. Тіш әкімнің разылығыны сорап, севамлі музыканы қоя білесіңіз. Бөлерекнен тедавилеме о қадар қорқыншылы асылда олмаз. Демек, достлар, тіш әкімлеріні қорқмаңыз. Аксіне оларға сайғы көстеріп, ойс тіш сағылығынызны түзетіңіз. Бұл саада чалышқан әкімлерге есе біз сағылық, сабыр ве муафақиет тілейміз.